Сіздермен бірге мен Рукамикс. Менің арнама видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде Back to School рубрикасынан видео болады. Бүгінгі видеода мен сіздерге мектепке баратын кезде дайындайтын таңғы астың түрлерін көрсететін боламын. Олар өте жылдам жасалады және де өте тойымды. Сондықтан осы видеоның астына менің еңбегімді бағалап 10 000 лайк жинайық. Ал ендеше видеомызды бастайық. Достар, бірінші тағам 3 мәзірден тұрады. Әрине бірінші ол нан, келесі ірімшік. Еритінін алған дұрыс болады. Келесі қызанақ. Бірінші нанды тураймыз. Өзімізге қанша бутерброд керек, сонша тураймыз. Содан соң қызанақты да тураймыз. Мен оны соңына таман кубик ретінде турадым. Келесі ірімшік. Содан соң нанның үстіне ірімшікті қоямыз. Оның үстіне қызанақты саламыз. Және де барлығын қысқа толқынды пешке 30 секундқа саламыз. Және де 30 секунд күтеміз. Қысқа толқынды пештен бутербродты алғанда міндетті түрде үлкендердің көмегіне жүгініңіздер, себебі ол өте ыстық. Ал міне біздің керемет таңғы асымыз дайын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Себебі ол тек 5 минутта дайындалады. Тек мектепке ғана емес, қалған күндерде жасай аласыздар. Өте дәмді әрі тойымды. Егер де 30 секундта ірімшік ерімей жатса, оны тағы да 30 секундқа қосып қоямыз, яғни толығымен 1 минутқа қоямыз. Сондықтан да жаңа айтып өттім, бізге жұмсақ еритін ірімшік керек. Келесі екінші тағамға бізге ең алдымен таба керек болады. Содан соң осындай лаваштар қажет болады. Сіздер бір ғана лаваштың түрін ала аласыздар, және де айтайын, қалыңырақ лаваштан жақсырақ шығады. Осындай лаваштарды супермаркеттен таба аласыздар. Бізге жалпы 4-5 керек болады. Немесе өздеріңіз үйден осындай лавашты, яғни қатырма нанды жасасаңыздар болады. Келесі керек болатын ол қызанақ, шұжық, яғни колбаса, және де ірімшік, 2 жұмыртқа. Ең алдымен біз осы тағамдардың барлығын турап аламыз. Мен барлығын кубик ретінде турадым. Сіздер қалағандарыңызша турай беріңіздер. Барлығын турап болған соң бір ыдысқа осылай салып отырамыз. Ірімшікті үкіштен өткіземіз. Барлығын кішкене араластырып болған соң, үстіне майонез қосамыз. Және де тағы да дұрыстап араластырамыз. Енді табамыздың үстіне сары май қоямыз. Камерада ол ақ болып көрініп тұр, бірақ та бұл достар сары май. Және де сары майдың үстіне сұйық май қосамыз. Енді табамызды газға қоямыз. Және де достар, бұл кезде сіздерге міндетті түрде үлкендердің көмегі қажет болады. Міндетті түрде ата-аналарыңызды шақырыңыздар. Себебі менің арнамда көптеген кішкентай көрермендерім бар екен, сондықтан ескертем. Газға ешқашан өздеріңіз тамақ жасамаңыздар. Ересек көрермендерме әрине болады, бірақ та байлаңыздар. Енді табамызға 2 жұмыртқаны жарамыз. Кішкене тұздаймыз. Және де жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын жайып араластырамыз. Содан соң біз үстіне қатырма нан қоямыз, яғни лавашты қоямыз.
Және де оның үстіне біздің қоспамыздың 3/1 бөлігін саламыз. Яғни кішкенесін ғана саламыз. Содан соң оны қатырма нанның үстінен былай жаямыз. Және де екінші лавашты үстіне қоямыз. Тағы да барлығын қайталаймыз. Яғни үстіне қоспамыздың тағы да бір кішкене бөлігін саламыз. Үшінші қатырма нанды қоямыз. Енді қоспамыздың қалған барлық бөлігін салуға болады. Дұрыстап барлығын жайып аламыз. Және де үстінен соңғы 4-ші қатырма нанмен басамыз. Және де үстіне тағы да бір жұмыртқа жарамыз. Кішкене тұздаймыз. Ақ уызы мен сары уызын жаямыз. Үстін қақпақпен жауып, 10 минутқа газға қоямыз. Және де бұл тағамның ең қиын сәті ол оны аудару. Үлкендердің көмегіне жүгініп, оны бұлай аударып аламыз. Міне біздің екінші тағамымыз дайын. Оны сіздер кешке таман жасап, таңертең мектепке алып кетсеңіздер болады. Немесе таңертең ерте тұрып жасай салсаңыздар болады. Бірақ та бұған алдыңғы тағамдікінде 5 минут емес, 15 минут кетеді. Кесеміз, дәмін татамыз және де қандай дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл бір дәмді бәліш сияқты. Астарыңыз дәмді болсын. Ал біз келесі тағамға кеттік. Келесі тағамға да бізге лаваш қажет болады. Сонымен қатар қажет болатындар 2 қияр және де 1 қызанақ. Ұмытып кеттім, және де шұжық. Әдеттегідей барлығын тураймыз. Және де қатырма нанның ортасына қарай саламыз. Қызанақты да саламыз. Және де ірімшікті үкіштен өткіземіз. Үстіне кетчуп пен майонезді қосамыз. Шет жақтарын ораймыз. Және достар, мен қалай дұрыс орау керек екенін білмеймін. Өздеріңіз қалай оралғыларыңыз келеді, солай орай салыңыздар. Мен де солай орай салдым. Міне болды, бізде 3-ші тағам дайын. Егер де оның сыртындағы қатырма наны қатты қатып жатса, оны да қысқа толқынды пешке 30 секундқа салып алсаңыздар болады. Ол кішкене жұмсарады. Және сіздерде өте керемет таңғас шығады. Бұл 5 минутта жасалатын таңғас. Барлығын турайсыздар, қоямыз, үстіне кетчуп майонез, болды, дайын. Келесі тағамға біз барлық қоспаларды 4 бұрыш етіп кесіп алдық. Шұжықты, нанды, ірімшікті 4 бұрыш етіп кестік, ал жұмыртқаны, қызанақты домалақ етіп кестік. Және де бізге осында таяқша немесе ұстағыш қажет болады. Сіздер мендегідей таяқшаның орнына өздеріңіздің үйлеріңізде бар тіс таяқшасын, яғни зубочистканы алсаңыздар болады. Ол да жақсы ұстауы тиіс. Және де барлық қоспаларды осы таяқшаға кигіземіз. Міне келесі таңғас немесе мектепке салып апаратын тағам дайын. Енді сіздер бұны мектепке міндетті түрде салып апарсаңыздар болады. Тіс таяқшасы да өте жақсы ұстайды. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал осымен достар, менің видеом тәмамдалды. Ұнаса міндетті түрде лайк басып, арнама тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер де комментарийға таңғы аста оңай дайындалатын тамақтарды өздеріңіз қандай тағам жейсіздер мектептің алдында, соның барлығын жазып кетіңіздер. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.